السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Өткен хутбада мен Хазіреті Хилал бин Умай радиаллаху анху және Табук жорығы туралы айтқан болатымын. Хазіреті Хилал радиаллаху анху Табук жорығына бара алмай қалған 3 сахабаның бірі болды. Әрі Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам жорықтан келген соң оларға реніш білдіріп, олар жазаға тартылған болатын. Осыған орай бұл 3 сахаба қатты күйзеліске душар болған еді. Олар Аллах тағалаға күндіз түні жалбарынып тәубеге келеді. Кейін Аллах тағала олардың тәубесін қабыл еткені туралы аят түсірді. Қысқасы, сол сахабалардың бұл жорыққа дайындалу кезінде қандай құрбандыққа барғандары айтылды. Сондай-ақ соғыспай мұнафиқтық танытқан адамдар туралы да айтылып өтті. Олар ақталу үшін Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп түрлі сылтаулар айтқан еді. Осылайша олар соғысқа қатыспады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, олардың бұл істерін Аллахқа тапсырды. Бүгін мен сол оқиғаларға қатысты біраз мағлұмат бере кетсем деймін. Бұл соғысқа қатысқысы келмегендердің қатарында Джад бин Қайс та бар еді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ол кісіден: "Сен сонда византиялықтарға қарсы соғыспайсың ба?" деді. Ол болса: "Мен әйелім үшін сынақтың астында қалайын деп тұрмын. Менде отбасылық мәселелер туындап қалды" деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған сенімсіздік танытып босатқан кезде Аллах тағала: "Олардың арасында мені қалдыр да арбай көрмеші" дейтіндер бар. Олар онсыз да арбауға түспеп еді. Расында кәпірлердің барар жері тозақ деген аят түсірді. Бір яхудидің есімі Салим болатын. Ол Мәдинадағы Жасум немесе Бари Жасум деген жерде тұратын. Шамға бара жатқан жолда Абул Хайсам бин Тейханның құдығы бар еді. Оның суы тұщы әрі таза болатын. Аллах елшісі де саллаллаху алейхи ва. осы суды ұнатып ішетін.
Әлгі Яхудидің үйі мұнафиқтардың жиналатын орны еді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам мұнафиқтардың осы үйге жиналып, адамдарды Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге Табук жорығына қатыспауға үгіттеп жатқанын білді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам олардың не айтқанын біліп келу мақсатында Аммар ибн Ясирді жіберді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Аммарға қарап тұрып, олар бұл туралы бас тартатын болса, маған ол туралы хабар жеткендігі туралы айт деді. Хазіреті Аммар оларға Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам барлық сөзін айтқан кезде олар ақтала бастады. Бұған байланысты қасиетті Құран кәрімде мұнафиқтар жүректеріндегі сырдан хабар беретін сүренің түсуінен қорқады. Оларға айт, мазақ қыла беріңдер. Расында Аллах сендерге қорқатын нәрсені шығарушы. Егер сен олардан сұрасаң, олар сөзсіз, біз жай ғана әңгімені ермек қылдық дейді. Оларға айт, Аллах пен оның белгілерін және оның елшісін мазақ қылдыңдар емес пе? Ақталмай-ақ қойыңдар, расында сендер сенгеннен кейін кәпірге айналдыңдар. Әрі біз сендердегі бір топты кешіріп, басқа бір топты күнәлары үшін лағынеттейміз деген аяттар түсіп жатты. Яғни мұнафиқтар сол кезде соғысқа қатыспауды жоспарлап жатса, яхудилер өз тараптарынан қолдау білдіріп жатты. Сондай-ақ олар Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдында әртүрлі сылтауларды айтып жатты. Қысқасы, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам олардың бұл істерін Аллахтың өзіне тапсырды. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Табук соғысынан қайтып келе жатып, Мәдинаға таяған кезде, Мәдинада сендермен барлық жерде бірге болған адамдар бар деген сөзді айтты. Сахабалар болса, я Алла елшісі, егер олар Мәдинада болса, бізбен қалай бірге болады? Деп сұрады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, олар онда белгілі бір себептермен немесе ауырып қалып қойды. Оларда себеп немесе ауру болғаны шындық. Олардың аянбай соғысқылары келді, бірақ мүмкін болмады. Сол үшін де Аллах тағала оларды сендермен бірге етті деп жауап берді. Табук соғысынан қайтып келе жатқанда мүмкіндікті пайдаланған Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мен жеделдетіп жүрмекпін. Егер кім тездетіп жүргісі келсе, маған ілессін. Ал егер кім демалып асықпай барғысы келсе, демалсын деді. Риуаят етуші айтады, кейін біз Мәдинаны көргенше сапарды жалғастырдық. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, бұл таза да керемет тау Ухуд. Біз оны сүйеміз, ол бізді сүйеді деп айтты. Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Ансарлар үйлерінің ең жақсысы Бану Наджардың үйі, кейін Бану Абдул Ашалдың үйі, кейін Абдул Харис бин Хазраждың үйі, кейін Бану Саидтің үйі деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ансарлардың барлық үйін керемет әрі жақсы деп айтты. Риуаят етуші айтады, Хазіреті Сағд бин Убада бізбен кездесіп қалды. Сол кезде Абу Саид оған қарап, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ансарлардың үйіне мақтау айтып, бізді артта қалдырып бара жатқанын көрмейсің бе деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, сендерге жақсылық жасаушылардың қатарынан болған жетпей ме деді. Сахих Муслим. Мәдина тұрғындары, ерлер,
әйел бала-шағалардың барлығы Меккеге шыға берістегі Мәдина сыртындағы Саниятул Уада деген жерде Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам қарсы алуға жиналды. Тарихшылар Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мәдинаға хижра жасаған кезде Құба деген жерде тоқтаған еді. Ол жерде Саниятул Уада деген жер бар дейді. Хазіреті Айша радиаллаху анха айтады. Ол жерде Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаның балаларда күтіп тұрды. Ал қыз балалар Уада жазықтығынан төбемізде толған ай көрінді. Сондықтан біз ризалық білдіруіміз керек. Өйткені бұл Аллахқа шақырушы деген мазмұнды ән айтты. Бухари хадистерін тәпсірлеуші Аллама Ибн Хаджар Асқалани сияқты кейбір хадис тәпсіршілері бұл Хазіреті Айшаның радиаллаху анха айтқан өлең жолдары Табук жорығынан қайтып келе жатқан кезде айтылған дейді. Адамдар Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қайтып келе жатқанын естіген кезде олардың барлығы осы жерде қарсы алған еді. Өйткені Шамнан келетін адамдарды да дәл осы жерден қарсы алатын. Хазіреті Сайб бин Язид: мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Табук жорығынан қайтып келе жатқанында басқа балалармен бірге қарсы алғаным әлі есімде деп айтады. Имам Байхақида Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Табук жорығынан қайтып келе жатқаны кезінде балалардың тақпақ жолдарын айтып қарсы алғандары туралы айтады. Яғни бұл тақпақтың айтылуына байланысты екі риуаят бар. Оның бірі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мәдинаға хижра жасағаны делінсе, екіншісі Табук жорығынан қайтып оралғанда делінеді. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сүннеті болып табылатын нәрселердің бірі ол қайтып келген кез келген сапарда мешітке барып 2 ракағат нәпіл намазын оқитын. Және ол Табук жорығынан оралған кезде де сол амалын жасады. Ол кісі бұл амалды күннің шығуы мен тал түс аралығы кезінде жасады. Намаз оқып болған соң ол кісі мешітте болды да адамдар алдына келе бастады. Сондай-ақ Бадыр соғысына әдейі қатыспағандар да келді. Олардың саны 80 еді. Барлығы әртүрлі сылтау себептерде болды. Бірақ ол себептер шынайы емес еді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ол туралы білсе де оларды қабылдап кешірім жасады. Ол кісі олардың берген анттарын қабылдап олар үшін дұға жасап кешірім тіледі. Алайда жоғарыда айтылғандай Хазіреті Хилал бин Умай, Хазіреті Мурара бин Раби және Хазіреті Кааб бин Малик басқалар сияқты жалған сылтау айтылар келмеді. Әрі біраз уақыт Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жақтырмай жүргенін де байқады. Ол кісілер күні түні құлшылық жасап, Аллах тағаладан жылап тұрып кешірім сұрап жалбарынды. Осыдан кейін ғана Аллах тағала ол кісілердің тәубелерін қабыл етті және бұл туралы қасиетті Құран кәрімде хабарлады. Келесі айтылайын деп тұрған сахабаның есімі Хазіреті Мурара бин Амри. Ол кісінің әкесінің аты Раби бин Ади. Сондай-ақ ол кісінің әкесінің есімі Раби және Рабия деп те атаған деген дерек бар. Ол кісі ансарлық Аус Бану Амар бин Ауф деген рудан еді. Бір риуаяттарда ол кісінің Бану Амар бин Ауф руымен одақтас болған Куза руынан шыққандығы айтылады. Куза араб тайпалар арасындағы ең танымал тайпалардың бірі болатын. Бұл тайпа Мадайн Салих деген жердің батысындағы
Вадиул Қура деген नमाज के बाद жерді мекендеген. आप लोगों Әрі ол жер Мәдинадан 16 шақырымдай жерде орналасқан болатын. को नफल पढ़ने के बाद और उस Хазіреті Мурара लिए आए Бадыр соғысына қатысу бақытына ие болған сахаба еді. वो बगैर किसी उधर के जो पीछे Бұл туралы Сахих Бухариде және आपके सामने басқа сахабалар туралы еңбектерде айтылады. ऐसे लोगों की दो Дей тұрғанмен 80 के करीब Ибн Хишам ол кісіні Бадыр соғысына қатысқан сахабалардың тізіміне қоспаған. ये जानते थे कि ये Ол кісі Табук соғысына қатыса алмаған 3 сахабаның біреуі. उनके ज़ाहिरी बयानात को Жоғарыда айтып өткендей, Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде बेहद भी लेते रहे और उनके लिए артта қалған үшеуінің де тәубесін қабыл етті. लेकिन जैसा कि Тіпті оларға жер кең бола тұра тарылып кеткендей еді. Өздерінен өздері жандары тарылып, Аллахтан басқа ешбір пана жоқтығын аңғарды. और उसकी वजह से Содан кейін Аллах оларға тәубе нәсіп етті. Расында ол Аллах тәубе қабыл етуші, аса мейірімді деген аятты түсірді. झुके रहे Өткен хутбада айтылғандай бұлар कुरान में करीम Хазіреті Кааб бин Малик, Хазіреті Мурара бин Раби және Хазіреті Хилал бин Умайя दूसरे साहबी जिनका जिक्र атты сахабалар еді. मुरारा बिन रबी अमरी हैं Хазіреті Мурараның жеке өзі туралы дерек жоқ. के वालिद का नाम रबी Өткен хутбада айтып кеткенде Хазіреті Кааб бин Маликке қатысты деректер бар. Сондай-ақ мен сол кезде Хазіреті Хилал бин Умай туралы да айтып кеткендіктен के खानदान қайта-қайта айтып жатудың қажеті жоқ деуге болады. की एक रवायत के मुताबिक उनका Келесі сахабаның есімі Хазіреті Утба бин Газуан радиаллаху анху. खुदा से था खुदा Ол кісі Абу Абдулла және Абу Газуан деген күниямен танымал болды. Ол кісінің тайпасы Бану Науфил бин Абди Манаф тайпасымен одақтас еді. मुरारा को गज़वा बदर में शामिल होने की Ол кісінің әкесінің есімі Газуан бин Джабир. सारी और सहाबा के हालात पर मुश्तमिल Ол Орда бин Харисқа үйленген еді. तस्करा मिलता है Хазіреті Утбаның өзі алғашқы болып исламды қабылдаған 7 сахабаның бірі болдым дейді. 3 अंसार सहाबा में से थे Ибн Асирдің сөзіне сенсек, Хазіреті हो चुका है Утба Эфиопияға хижрет еткен кезде 40 жаста еді. फरमाई थी कि वह अलस Ибн Сағдтың сөзіне сәйкес, ол кісінің жасы Мәдинаға хижра жасағанында 40-та еді делінеді. बीमार रहबत वज़ाक़त अलैहिम Кейін ол кісі Эфиопиядан оралған кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам әлі Меккеде болатын. ताबा अलैहिम लयतू Хазіреті Утба радиаллаху анху Хазіреті Мигдатпен бірге Мәдинаға хижре жасағанша Аллах елшісі мен саллаллаху алейхи уассалам бірге тұрды. और इन तीनों पर भी Ол кісілердің екеуі де исламды алғашқы кезеңінде қабылдаған еді. तक के जो ज़मीन उन पर बावजूद फराखी के तंग हो Хазіреті Мигдат бин Асуат пен Хазіреті Утба бин Газуанның хижра жасау тарихы келесідей. मगर उसी की तरफ फिर वो Олар Мекке қаласынан जो किया мүшриктермен бірге шығады. लेकिन अल्लाह ही बार Ол жердегі ойлары мұсылмандарға қосылу болатын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті तीनों पीछे रह Убайда бин Харисті басшы етіп, мұсылмандардың тобын Мәдинадан 200 шақырым және Рабих қаласының солтүстік шығысындағы 50 шақырым жердегі इस हवाले से Саниятул Мура деген жерге аттандырады. अलहदा कोई बयान नहीं है हज़रत काब बिन मालिक का ही तफसीली बयान Құрайштықтардың басшысы Икрима бин Абу Джахил еді. बिन हुमैया के Олардың арасында қақтығыс болған жоқ. Тек қана Хазіреті Сағд ибн Абу Ваққастың қолынан Құрайштықтар жаққа साहबी जिनका जिक्र है उनका नाम қарай жебе ұшқан болатын. Бұл Аллах Тағаланың жолында ұшқан ең алғашқы жебе болып саналады. Дәл осы күні Хазіреті Утба бин Газуан мен Хазіреті Мигдат бин Асуат Құрайштықтардан қашып кетіп, мұсылмандарға қосылған еді. हज़रत उत्बा के वालिद का नाम गज़वान बिन जाबिर Жоғарыда айтып өткендей, ол кісілер мүшриктердің тобымен келіп, мұсылмандарға қосылды. Бұл туралы мен Хазіреті Мигдат бин Асуат туралы баяндаған кезде толық айтқан болатынмын. बयान करते हैं Хазіреті Мирза Башир Ахмад
Sahib өзінің से पहले इस्लाम कबूल Сират Хатамын Нәбиин кітабында वसल्लम के साथ हुए थे। джихадтың қылышпен болған түрін сипаттайды. इब्ने असीर के Ол मुताबिक кісі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам हबशे की барлық соғысы шабуыл емес, қорғаныста болды деп жазады. जबकि इब्ने साद के मुताबिक ये Хазіреті Мирза Башир Ахмад былай деп жазады. बहरहाल जब वो हबशा Қасиетті Құран кәрімнің қорғанып соғысуға байланысты болған аяты मुकीम थे, хижреттен кейін Сафар айының 12 күні түскені белгілі. साथ मुकीम रहे Демек, ताकि उन्होंने қорғаныс соғысына байланысты болған मदीना की хақтың белгісі Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам хижрет еткеннен кейін 2 жылдан соң алғашқы қалпынан, яғни Мәдинаға көшіп келгендегі күйінен айырылып, दोनों की मदीना қорғаныстық соғысқа дайындап жатуы еді. के मक्के से वो दोनों मुशरिकीन Алғашқы кезде Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарды мүшриктердің зұлымдығынан қорғайтын 4 түрлі тәсілі болғаны тарихтан белгілі. मुसलमानों का इलाज Бұл нәрселердің барлығы Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам даналық пен терең түсінік иесі болғандығын көрсетеді. मदीना मुनव्वरा से Бұл әдіс айлалардың мәнісі былай еді. इसका फासला तकरीबन 200 किलो Біріншіден, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ये उसके रवाना Мәдина қаласының айналасы आपने қауіп пен шабуылдан таза болу үшін жақын жатқан тайпалармен бейбіт келісім жасасты. क्रैश के लश्कर की आदत Осыған байланысты Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам सिवाय एक तीर के Құрайштықтардың नबी वकास ने चलाया था। Шамға қарай жүретін сауда жолына жақын жердегі тайпаларға उस रोज баса назар аударды. और हज़रत मिक़दाद Сондай-ақ Меккелік Құрайштықтар кімнен және қай тайпадан мұсылмандарға қарсы көмек ала алатынын बारे में जिक्र हो चुका है। және кімнің жауластығы мұсылмандар үшін қауіпті болғалы тұрғанын इमाम साहब ने білу керек болды. दीन में Екіншіден, जहाद बिस सैफ का आगाज और हज़रत ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам का की मुदाफ़ा шағын жасақтар дайындап Мәдинаның айналасына Құрайштықтар мен олардың одақтастарының कि जहाद аяқ алысын білу мақсатында барлаушыларды жібере бастады. हिजरी की को नाज़िल Әрі бұл әдістің ар жағында мұсылмандар қол қусырып отырмаған кенеттен болған шабуылдың उसका बाद кез келгеніне дайын болып Мәдинаны қорғай алатынын यहाँ हज़रत Құрайштықтарға көрсету еді. क़याम मदीना की इब्तदाई कार्रवाइयों से फारिग हो चुके थे। Үшіншіден, जहाद का आगाज हो गया бұл жасақтардың жөнелтілудегі даналығы сол कि कुफार Мекке қаласындағы және оның айналасындағы әлсіз және кедей мұсылмандар इब्तदान Мәдина мұсылмандарына қосылу мүмкіндігіне ие болса деген айла тәсіл еді. Мекке маңайында жүрегімен исламды қабылдап तबीर ये थी мұсылман болып жүргендер көп еді. खुद सफर करके आसपास के कबाइल के साथ Бірақ олар Құрайштықтардың көрсететін қоқан лоққысынан сескенді. ताकि मदीने के इर्द गिर्द का इलाका Сондай-ақ олар महफूज हो जाए। кедейлік және әлсіздік жағдайында болғандықтан көшіп қона алмады. मद्देनजर रखा Ал Құрайштықтар болса оларды күштеп ұстап отырды. वो जवार में आबाद थे। Осылайша Аллах Тағала өз кітабы यही वो कबाइल Құран кәрімде जिनसे कुरैश осы адамдарға байланысты. मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा मदद दे Сендерге не болған? और जिनकी दुश्मनी Сендер Аллах жолында әлсіз ерлер, әйелдер, балалары үшін неге күреспейсіңдер? Олар, «Я Раббымыз, ये आपने उठाया бізді бұл тұрғындары езгі көрсететін жерден құтқаршы, және өзіңнен қамқоршы, әрі өзіңнен көмекші тағайындашы» деп айтады деген аяттар түсірді. Бұл жасақтың жіберудегі жоғарыда айтқандай даналығы сол, қалып қойған мұсылмандарды और इस तरह Құрайштықтардың езгісінен құтқару еді. के खतरात से महफूज हो। Яғни ол кісілер तीसरा Мәдинаға Құрайштықтардың керуені арқылы келіп алып, आया उस वक्त кейін мұсылмандар жаққа қашып кету керек болатын. कि इन पार्टियों को भिजवाने में एक मसले Осылайша ең бірінші жіберілген Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам जोर Абу Убайда бин Әл-Хариси бастаған жасағының के मुसलमानों में आ मिलने के Икрима бин Абу Джахил жасағымен क्योंकि अभी तक मक्के के кездейсоқ кездесіп қалып, मौजूद थे। ол жақтан екі әлсіз мұсылманның қашып шығып जालिम की वजह мұсылман әскеріне қосылғанына
тарих куә. Риуаятта айтылғандай, और ना अपनी бұл қақтығыста мұсылман жағы Құрайштық әскермен кездесіп қалған кезде екі адам, нақтырақ айтсақ, हिजरत से जब Мигдат бин Амр चुनांचे कुरान शरीफ және Утба бин Газуан आता है мүшриктерден қашып अलकुम мұсылмандарға барып қосылған еді. Олар жүректерімен исламды қабылдап, वन्निसाई Құрайштықтардан қашып кетіп, мұсылмандарға қосылсақ деген ниетте еді. खरीजना मिन हाजिल करियत Сондықтан да Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жасақ жіберудегі мақсаттарының бірі осындай адамдарды करियत जालिम Құрайштықтардан құтқарып мұсылмандарға қосу еді. Төртіншіден, वजल्ला Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам वलिय्युम वजल्ला қолданған айла тәсілі बसीरा ол кісі Меккеден Шамға бара жатқан жолдағы Мәдинаға жақын жердегі керуендерді कोई वजह नहीं жолдан ұстап қалу болатын. लड़ाई न करो अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए Олай жасаудың себебі औरतों और बच्चों की खातिर бұл керуендер जो कमजोरी қай жерде болса да мұсылмандарға қарсы соғыс отын тұтандырып жүретін. गाल हमको इस शहर से Бұл өрттің Мәдина маңайында тұтануы मुसलमानों की мұсылмандар үшін қауіпті болатын. रोजगार अता फरमा Екіншіден, бұл керуендер қаруланған болатын. कौम से छुटकारा पाने का Кез келген сәтте Мәдинаға यानी ऐसे लोग कुरैश के өтіп бара жатып қауіп туғызуы да мүмкін еді. मदीना के करीब पहुंच जाएं और फिर मुसलमानों Үшіншіден, की तरफ भागकर मुसलमानों में Құрайштықтардың дәулеті мен күші осы саудаға байланысты болды. कि तारीख से साबित है Сондықтан कि पहला दस्ता ही Құрайштықтарды тоқтатып, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने мәмілеге келудің ең бір ұтымды шешімі फरमाया था осы сауда жолындағы керуендерді тоқтату еді. सामना हो गया था इसमें मक्के के दो कमजोर मुसलमान Дәл осы Құрайштықтардың мәмілеге келуіне де कुरैश को छोड़ себеп болған нәрсе ол сауда жолындағы керуендерді тоқтату कि इस मुहिम में маңызды рөл атқарғанына тарих куә. लश्कर कुरैश के सामने Бұл даналыққа толы айла тәсіл मिकदाद көп ұзамай और उत्बा बिन артынша өз жемістерін беріп жатты. नौफल के खलीफ थे मुशरिकीन में से भाग Төртіншіден, मुसलमानों में आमिल Құрайштықтардың бұл керуеннен түскен пайдасының көбі कुफार की исламды жоюға арналған еді. लिए निकले थे Тіпті кейбір керуендердің жалғыз мақсаты जमाने में түскен пайдасы толығымен мұсылмандарға қарсы жұмсалуында еді. ता ऐसे लोगों को जालिम कुरैश से छुटकारा Осындай жағдайда और मुसलमानों керуендерді тоқтатудың заң шеңберінде де चौथी дұрыс екенін әрбір адам айта алады. थी वो आपने Хазіреті Утбаның कि आपने कुरैश Құрайштықтардан қашып кетіп तिजारती काफिलों को мұсылмандарға қосылғаны туралы जो मक्के से शाम мен өз хұтбаларымның бірінде айтқан болатынмын. से गुजरते थे क्योंकि Бірақ бұл туралы қысқаша айтып өтейін. ये काफिले जहाँ Уаддан жерінен मुसलमानों әскери жорықтан келген Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам है कि मदीने के गिरदोनवार Рабиул Ауал айында नाम की өзінің жақын туысы Убайда бин Әл-Харис मुसलमानों की Муталибиді басшы етіп 70 адамнан тұратын мұхажирлік ये काफिले हमेशा түйелі топты मुसल्लह होते थे аттандырды. और हर शख्स समझ सकता है कि इस किस्म के काफिलों Бұл топтың негізгі мақсаты Меккеге खतरे से खाली नहीं Құрайштарының шабуылының алдын алу еді. बात ये कि कुरैश का गुजारा ज्यादातर Сөйтіп Убайда бин Әл-Харис пен और इन हालात में серіктері को जेर करने और Саниятул Мурра деген жерге келген кезде और सुलह पर кенеттен 200-дей жас қаруланған Құрайштық жасақты көреді. कि उनकी तिजारत का रास्ता बंद कर दिया जाए Бұл жасақты Икрима бин Абу Джахил басқарған еді. कि जिन बातों ने बिलाखिर कुरैश को Олардың арасында қақтығыс болған жоқ, тек жебе атысу ғана болды. रोकथाम का बहुत बड़ा दखल था Мүшриктер мұсылмандардың жасырын күші бар деп ойлап दानशमंदाना шегіне бастады. थी Ал мұсылмандар болса оларды қуаламады. फिर ये भी Сол уақытта мүшриктер жақтан екі адам, नफा बसा Мигдат бин Амр हटाने की कोशिश және Утба бин Газуан қашып кетіп, काफिले तो мұсылмандар жаққа қарай қосылды. इसी गरज से भेजे जाते थे कि इनका सारा Риуаяттарда олардың मुसलमानों के खिलाफ Құрайштықтармен бірге шыққандағы мақсаты शख्स समझ सकता है мұсылмандарға барып қосылу болатын деп айтылады. खुद अपनी जात में भी एक बिल्कुल जायज Оның себебі іштей мұсылман болып жүрген олар सरिया өз әлсіздіктерінен Құрайштықтардың зұлымдығынан қорқып жүрді. रुतबा कुरैश के लश्कर से निकल Сонымен қатар मिले थे бұл жағдай Құрайш жасақтарының да жігерін құм қылды.
өздері бұл жаман ырымның белгісі деп таныды. कुछ हिस्सा Табакатул Кубра кітабында गुज़श्ता किसी Хазіреті Утба бин Газуан चुका हूँ मैं өзінің азат етілген Хубаб есімді құлымен Меккеден Мәдинаға хижрат етті. के शुरू में Ол кісілер आप Куба жеріндегі Хазіреті Абдулла бин Сальма Ажланидің үйінде тұрды деп жазылған. की इमारत में 60 Хазіреті Абдулла бин Газуанға қатысты тағы да риуаяттар бар. कुरैश मक्का के हमलों की Бірақ ол туралы келесі жолы айтармын. सिर्फ खत्म नबीन का ये हवाला दे रहा हूँ मैं Ал қазір Әл-Фазл газетінің हारिस күнделікті веб-сайты туралы хабарландыру бермекпін. के सनियातुल मरा Сонымен қатар екі жаназа ғайып намазы оқылатын марқұмдар туралы айтпақпын. 200 मुसल्ले जो नौजवान Биыл Әл-Фазл газетіне 106 жыл толып отыр. अफ्रीकन एक Сондықтан ол енді और एक दूसरे Лондон қаласында अंदाजी भी онлайн түрінде таратылатын болады. मुशरिकीन का गिरोह Осыдан 106 жыл бұрын के मुसलमान Хазіреті уәделенген реформатор, कुमक मुखफिर होगी Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам бірінші халифының рұқсатымен батасын алып उन्होंने उनका पीछा 18 маусым 1913 жылы газетті жарыққа шығарды. उत्बा बिन गजवान इकरमा बिन अबू जहल की कमान से Пәкістанның негізі қаланған кезде бұл газет біраз уақыт Лахорда тарала бастады. गरज से कुरैश के साथ Кейін Хазіреті уәделенген реформатордың басшылығымен ол Рабба қаласынан шығарылды. फिर बवजह अपनी कमजोरी के कुरैश से डरते हुए Ал бүгін 13 желтоқсан 2019 жылы Әл-Фазл газеті कि मुमकिन है Лондон қаласында урду тілінде онлайн түрде жарық көрді. से बदफाल समझकर पीछे Бұл газет हट जाने का फैसला कर бүкіл әлемге ғаламтор арқылы қолжетімді болып қалды. कि कुरैश का लश्कर जो Бұл газеттің веб-сайтты атауы Әл-Фазл онлайн. Қазір дайын тұр және алғашқы нөмірі де әзір. किसी खास इरादे से इस तरफ आया था Бұл онлайн баспаның жұмысына कि उनकी ақпараттық технологиялық और ये खुदा тобы था жақсы атсалысты. और अपने आदमियों में से बाज को मुसलमानों की तरफ जाता दे Әл-Фазл газетінен сіздер көптеген пайдалы वापस लौट әрі маңызды ақпараттарды табасыздар. ये अमली फायदा हो गया Бұл газеттің бас жағында कुरैश Аллах Тағаланың сөздері, Құран кәрім аяттары, хадистер उत्बा बिन және Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам खबाब өсиеттері жарияланатын болады. हिजरत की Сондай-ақ Ахмади авторларының мақалалары мен маңызды ақпараттар және де Ахмади ақындарының өлеңдері мен поэмалары жарық көретін болады. कि हाँ क़याम किया Бұл газет Twitter парақшасынан да жарық көретін болады және оның андроидтық қосымшасы жасалынды. हज़रत उत्बा बिन गज़वान Бұл газет әлеуметтік желіде күнделікті шығарылып тұрады. फरमाई थी Урду тілді оқырмандар бұл газетті міндетті түрде оқып тұруы керек. उसका आइंदा जिक्र करूंगा इस वक्त Ахмадилік ақын жазушылар өздерінің жақсы да тамаша туындыларымен газет басылымына қол ұшын беруі қажет. राइटर ने शुरू की है और Бұл PDF форматында да қолжетімді. दो जनाजे भी हैं Егер қажет болса өзіне жүктеп шығарып та алуға болады. फजल Яғни бұл газеттің таралуы бүгін басталды. होने पर लंदन से Сондай-ақ ऑनलाइन एडिशन дүйсенбіден бастап бұл газетте барлық хутбалар мен жаңа хутбаның फजल रोजनामा қысқаша мазмұны жарық көретін болады. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु Иншаллах, жұма намазынан кейін оның ашылуы болады. 18 जून 1913 Қазір мен екі марқұм туралы айтып, олардың жаназа намаздарын оқимын. क़याम पाकिस्तान के Олардың біріншісі लाहौर से शाया उतरा марқұм Мирза Хафиз Ахмад Сахибтің зайыбы, मौत की आदत में ये रबा से निकलना शुरू марқұм Саида Тануирул कदीम Ислам Сахиба. रोजनामा अखबार का लंदन से अलफजल Ол кісі 2019 жылдың 7 желтоқсанында 91 жасында қайтыс болды. Инна лиллахи ва инна илайхи हो ражиун. रहा है आज इंशाअल्लाह ताला आगाज हो जाएगा Аллах Тағаланың мейірімі түсіп, ол кісі муси еді. बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब होगा इसकी वेबसाइट
Ол кісі Мир Абдусалам сахибтың қызы, Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам сенімді сахабасы Хазіреті Мир Хисамуддин сахибтың шөбересі және Хазіреті Саид Мир Хамид Шах сахибтың немересі болып келеді. Ол кісі Хазіреті уәделенген реформатордың келіні еді. Хазіреті Мир Хисамуддин сахиб танымал сахабалардың бірі. Ол кісі 1839 жылы Сиялкотта туған, әрі сол жердің танымал емшісі болатын. Сиялкотта болған кезінде Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам ол кісінің үйінде тұрды. 1877 жылы Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам Сиялкотқа келген кезде ол кісі Хаким сахибтың шақыруымен үйіне барды. Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам өзінің уәделенген Масих екенін жариялаған кезде ол кісінің таза әрі салихалығын көріп бірден қабылдаған. Табиғатынан таза адамдар ол кісіні бірден қабылдады. Ол кісілердің отбасылары да дәл осындай сенімді болды. 1890 жылы 29 желтоқсанда Хазіреті Мир Хисамуддин сахиб баят берді. Баяттың тіркелу ретіне байланысты ол кісі 213 болып тіркелсе, зайыбы Феруза бегім сахиба 246 болып тіркелді. Ол кісінің зайыбы 7 ақпанда 1892 жылы баят берді. Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам ол кісілер туралы өз кітабында айта кеткен. Атап айтқанда, Изали Аухам, Асмани Файсала, Айна Камалати Ислам, Тахуа Кайсария, Сираджи Мунир, Китабул Бария, Хакикатул Вахи және Мальфузат кітаптарының 5 томының бірнеше жерінде ол кісі сенімді адамдар жыл сайынғы құрылтайдың ұйымдастыруына өз дүниелерін аямайтындар туралы жазып кеткен. Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам ол кісі туралы гауһарлы мерейтой мен бейбіт жамағатқа байланысты сөз болған кезде де айтып өткен. Яғни марқұм Саида Тануирул сахиб сол адамдардың ұрпағы болып келеді. Ол кісі 1928 жылы Сиялкотта дүниеге келді. 1948 жылы Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам екінші халифының ұлы Мирза Хафиз Ахмад сахибке тұрмысқа шықты. 1957 жылдан 2008 жылға дейін 48 жылға жуық әртүрлі уақытта Ладжина Имаулла қызметінің хатшылық қызметін атқарды. Ол кісі әртүрлі салада қызмет етті. Әрі уәделенген Масихтың алейхиссалам екінші халифы ол кісіге разы болып өтті. Ол кісі үнемі тахаджуд намазын оқитын. Ол кісінің жұмысшысы. Қайтыс болатын түні ол кісі тахаджуд намазын оқыды да ұйықтаған қалпы жүріп кетті деп жазады. Ол кісінің қызы былай деп жазады. Ол кісі мен некелесіп осы шаңыраққа келін болып түскеннен кейін өз үйім мен ата-анамның қамқорлығын ойламадым. Өйткені маған Хазіреті екінші халиф пен оның зайыбы Хазіреті Умми Насирдің тарапынан мейірім, махаббат және қамқорлық ерекше болды деп бірнеше рет айтатын. Аллах Тағала ол кісіні кешіріп рахметіне алсын. Әрі Аллах Тағала ол кісіге жәннаттың биік дәрежесін нәсіп етсін.
Екінші жаназа намазы 1928 ақштық әпкеміз Хаджа Шакур Нурие сахибаға оқылады. 1948 में Ол адам 2019 жылдың 1 желтоқсанында дүниеден और өтті. इस तरह यह खलीफत मसीह सानी की Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Ол кісі 1927 жылы туған. 1956 से लेके 2008 तक Ол кісінің балалық шағы Вашингтонда өтті. लजना की 1960 жылы सेक्रेटरी ол кісі орта мектепте की तौफीक тарих пәнінен сабақ берген. बात है इनकी खलीफत मसीह सानी से इनको बहुत प्यार Әрі тарих магистрінің дипломын да алған. तहज्जुद को बहुत ख्याल रखने वाली थी बल्कि इनकी मुलाजमा ने बताया Ол кісі зейнетке шыққаннан кейін протестанттық миссионер болып дін таратқысы келді. खुश हो गए और इसी हालत में इनकी वफात हो गई Алайда इनकी बेटी Исаның Құдайдың баласы емес екенін білген кезде басқа жолды таңдамақ болды. जब मैं ब्याह कर Кейін ол кісі ресми түрде 1968 жылы шіркеуден бас тартты. नासिर ने मुझे इतना प्यार और इज्जत ақш, Мексика, Канада елдерінде саяхат жасап болған соң, ол кісі Африканың әртүрлі университеттерінде болды. बहुत Кейін Европаға да саяхат жасайды. बातें याद Ол адам жай жүрмей, өзін мазалаған अल्लाह ताला діни сұрақтарға жауап іздейді. रहम फरमाए याद बुलंद करे दूसरा जिक्र Вашингтонға келген кезде ол кісі исламмен танысады. हमारी Бірде ол кісі жақында ғана Ахмадиятты қабылдаған жолдасының баласымен кездесіп қалады. जो 1 दिसंबर को Құрметті болған Мир Мұхаммад Ахмад Насир сахиб, Мубашир Ахмад сахибпен бірге әуежайда әлгі жаңадан баят берген мұсылман Ахмадимен 60 की दिहाई кездесуге келген екен. के मजमून की टीचर रही बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में एमए की डिग्री हासिल की फिर रिटायरमेंट के बाद Әлгі әпкеміз де әлгі адамдармен сол жерде танысады. मिशनरी बने लेकिन बाद में जब आपको इस बात का Ол кісілер әпкемізді Ахмадиялық исламмен таныстырды. तो आपने दूसरा रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया Таныстық жалғаса береді де, ол кісі біртіндеп Ахмадиятқа келеді. अमेरिका Ол кісі исламнан іздегенін табады. ने अफ्रीका की मुतअद्दिद 1979 жылы की 1 साल की रुखसत ली ол кісі түсінде қасиетті Құран кәрім мен иманға куәлік беру сөзін көреді де, कोशिश में Ахмадиялық ислам रहती थी тура дін екеніне көзі жетеді. इसी जो वापस आई तो इनका तारुफ Осылайша से हुआ ол кісі баят береді. आपकी मुलाकात एयरपोर्ट पर अपने एक दोस्त के बेटे से हुई Баят бергеннен кейін жамағаттың әртүрлі саласында қызмет атқарды. वहाँ Ол ақшта өтетін іс-шаралардың барлығына белсене араласатын. करने के 1986 жылдан бастап ол кісі Вашингтондағы के हमरा Ахмадия мұсылман жамағатының әйелдер ұйымының президенті орынбасары болып тағайындалды. बात करने के लिए करूँ बशीर साहब के हमरा एयरपोर्ट पर Бұл лауазымда उन दोस्त के ол кісі 5 жылдай қызмет атқарды. उसी में इनका भी तारुफ हो गया Сондай-ақ ол दीन इस्लाम से मुतारिफ ақш жамағатының ұлттық әйелдер қоғамының президент орынбасары да болды. इस्लाम की तरफ माइल होने लगी और जिस Ол кісі жамағатқа қызмет ету жолында әртүрлі лауазымда болу бақытына ие болды. 89 में 79 में आप 1995 жылы ол кісіге қажылық жасау нәсіп болды. इसके बाद आपको यकीन हो गया कि इस्लाम और Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам चुनाचे आपने बैत कर ली 4-ші халифының басшылығымен आपने मुख्तलिफ हैसियतों से ол кісі қасиетті Құран кәрімнің 5 томдығына अमेरिका के मुख्तलिफ пікір түсіндемесін हिस्सा लेती жасаушылардың арасында болды. अदा करती थी 1986 Бұл में आप тізімдеме 118 беттен тұрады. में जहाँ 5 साल तक Ол кісі жамағат туралы әртүрлі газет журналдарға мақала жазды. नेशनल 1997-98 жылдары ол кісі әр жексенбі сайын मिली балаларға сабақ беретін. में आपको हज करने की तौफीक मिली Ол Ахмади қыздарға арналған лагерь кеңселерінде де қызмет етті. और आपकी रहनुमाई में कुरान Бірнеше жыл Ахмадия ұлттық ұйымының адам құқығын қорғау саласында қызмет етті. 118 सफ़ों पर मुश्तमिल Ол кісі бұл қызметін өте жақсы орындады. थी और इनका बड़ा
किरदार था उसको Ол Пакистандағы мұсылман Ахмадилердің құқығының аяқ асты болуына байланысты да नवीन पर құжаттар жинады. 1997 और 1998 में Миссионер Шамшат Насир Сахиб былай деп жазады: इजरा किया नासरात के लिए अहमदी басқа қызметтерге қарағанда अंजाम दी ол кісі уағыз насихат айтқанды жақсы көретін. Бұл ол кісінің ең жақсы көретін ісі еді. में भी खिदमत अंजाम दी Уағыз насихат айту जहां फशानी से ол үшін бірінші кезекте тұратын. खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर निहायत Ол көп жыл бойы жамағаттың таблиғ хатшысы болып істеді. Ол уағыз насихатты теледидар арқылы да айтатын. साहब बोला गया वहां की लिखते Сондай-ақ университет пен шіркеулерде де कहा करती уағыз насихат айтатын бағдарламалар ұйымдастыратын. और हर काम पर अपनी तबलीगी सरगर्मियों को ही Ол кісі әдебиеттерді таратуда да үлкен еңбек атқарды. तबलीग सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत में जालाती रहीं रेडियो और Нүрия әпкеміз तबलीग किया करती थी орамал тағу мәселесіне келген кезде өте қатты болатын. मुख्तलिफ तबलीगी प्रोग्राम मुनक़िद करने Ал өз басында орамал тағуға байланысты ешқандай мәселе жоқ болатын. मुख्तलिफ एथनिक ग्रोहों में तकसीम Жамағатқа қызмет ете отырып, हुआ तैयार किया ол кісі әртүрлі мемлекеттік мекемелерге де барып тұратын. ये शमशाद साहब की Ол кісі миссионерлердің хутба жасауына да көмектесетін. जिक्र किया इनका वो इस तरह है लिखते हैं Шамшат Сахиб жазады: शकूरा नूरिया साहिबा पर्दा की बहुत पाबंद थी ол кісімен ақшқа келген पहन कर रखती уақытта उनका बुरका उनके किसी काम में үнемі көмектесіп тұрды. जमाती कामों की वजह से उन्हें बाज़ औक़ात Ол кісі ақштың тарихын жақсы біліп कांग्रेसमैन वगैरह айтып беретін. Сондай-ақ ол кісі Ахмадия халифатының институтын құрмет тұтып, халифпен тығыз байланыста болды. कराम की बहुत मदद करती थी Өткен 2018 жылы мен ақшқа барған кезде बैठकर मुझे अमेरिका की हिस्ट्री өзінің ауырғанына қарамастан करने में मदद करती थी ол кісі кездесуге келді. Ол кісі жұма хутбаларын үзбей тыңдайтын. बेहद एहतराम था और बड़ी Бас кезінде NTA арнасы болмаған уақытта жұма хутбалары кассеталар арқылы тарайтын. अमेरिका तो बावजूद बीमारी के Ол сол хутбаларды ағылшын тіліне аударуға көмектесетін. खुतबात बड़ी बाकायदगी के साथ Шамшат Сахиб. शुरू में जब एमटीए नहीं Ол адам үнемі жамағатпен намаз оқитын. तो आप खुतबे का अंग्रेजी तर्जुमा कर Мен ол адамның ылғи мешітте көретінмін. बाजमात की पाबंद थी Ол жамағатпен намаз оқуды әдетке айналдырған деп жазады. और मस्जिद में बाकायदगी के साथ नमाज बाजमात में शामिल हुआ Аллах Тағала ол кісіні кешіріп, इनसे मग़फ़िरत और रहम рахметіне алсын. दर्जात बुलंद करे Аллах Тағала ол кісіге жәннаттың биік дәрежесін нәсіп етсін. और इखलास Аллах Тағала бізге осы адамдар сияқты को दाव жамағатқа қызмет ететін шынайы да сенімді адамдарды нәсіп етсін. Әмин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر